Менде короче мынандай мектеп кезимде мынандай история болду. Ондай катты кызык эмес, эми кызык эмес кылып айтып кызык болса болду. Кызык эмес историяны кызык кылып айтып атсыңдар го. Мен эми кызык эмес историяны барымча айтайын энди. Короче, 6-7 класстарда мамам короче шаш кыюуга, бизде короче шаш кыюуга айына бир рет кыясың го энди. Ондай не жок го. Ол кезде осындай ма прическа? Ол кезде ондай эмес, ол кезде мынандай этип өсүрүүгө ондай жок. Кандайга келет жобасы? Ошол жерде бар ма ондай прическа? Ернардыкына келет, Намыстанып отурса Ернардыкына оксойт деуге. Бәріне осы сендердікін полный үшеуіне 4-өөне де келеді екен. Короче, барам 2-3 теңге ол кезде шаш кыю. Оралда, я? Оралда 2-3 теңге. 2-3 теңге қағаз ақша и короче Аль-Фарабидің суреті бар. Аль-Фарабидің суреті бар. Орал қаласында. Орал қаласында. Мамаңызбен. Маман, жоқ, өзім барам. Мамам маған қалтама салып жіберді 2-3 теңге. Ол короче 2 айда, 1 айда қиятын шаш қой ол. Короче, қайталап қиюға болмайды короче. Бұл бір рет попыткаң бар. Бірақ жаның бар. И короче шаш қиятын апай орыс апай. Енді ол Оралда, тем более ол нормально. И короче дәл алдымда короче бір 5-6 адам очередьте тұр екен. Тек қана сондай бұрында сондай болды ғой. Бір адам қояды, очередьте тұрады, 2-3 барбер жоқ. Браған қазір де сондай ғой, просто сен көтеріліп кеткенсің. Сөйтеді, короче, күтіп отырам. Қолымда 2-3 теңге ұстап отырмын, қысып ұстап отырмын. Ол кезде андай жоқ. Сосын ақша қарай бересің ғой, ол кезде андай вообще вариант жоқ, басқа 500 теңге жоқ, 1000 теңге деген жоқ, 20 мың жоқ. Тек 2-3 теңге, 1 теңгелерде даже қағаз ақша болды ғой, ол кездерде бір сондай кездер болды. Алдымнан, короче, уақыт өтіп кеткен ғой, енді каждый 20 минуттай, 30 минуттай қиядық бір адам шашын, и 2 сағаттай өтіп кеткен. Мен уақытым кезегім келген кезде, прикинь, қолымда ақшам жоқ қой, короче, жаңа ұстап отырған ақшам жоқ. Ұстап отырмын, енді мен уақыт өтіп 2 сағатты өтіп кеткен кезде ойланып кететін болып тұрсың ғой, енді өзіңе бір жер түсіріп алдым. Теңге құнсызданып кеткен шығар 2 сағатта, сол кезде. Курс өткен ба? Күшті. Сауатты әзіл болды бір. Осы жерін неге қою керек? Анонсқа қою керек. Осы жерін ғана қалады. И сөйтем де, короче, ақшам жоқ, уже паника басталып кетті. Ол кезде паниковать ету де білмейсің ғой енді. Паниковать ету просто, түсіндіре алмаймын ғой, ана апайға, орыс апайға. Өмірімде орысша сөйлеп, қазір де түсіндіре алмайды. Бұры ол кезде вообще түсіндіре алмаймын. И прикинь, до того түсіндіре алмаймын, анаған ақшам жоқ деп айта алмаймын. Просто так бетіне қарап жылағам. Бүйтіп тұрында өшім. Что случилось деп жатыр ғой маған енді. Орысша жылағам ғой, короче. Ол да, что случилось, что? Анау вообще басқаша деп ойлап қалдым. Ақшам жоқ деп ойлап тұрған жоқ. Вообще ауырып тұр деді ма, вообще білмеймін не болған. Машина қағып кетті. Короче, жылай бергем ғой, короче, тек жылай бергем, жылағам. Ол соңында түсінді ғой, бір 30 минуттан кейін ба.